Сәлем достар, Сұрақстан каналына қош келдіңіздер. Гүлдер табиғаттың ең әдемі сыйы. Әр гүлдің өз тарихы, сұлулығы мен мәні бар. Бүгін біз сіздерге 30 түрлі гүлді таныстыратын боламыз. Бұл раушан гүлі махаббат пен сұлулықтың символы. Ал мына гүлді тауып көріңізші. Бұл лала гүл нәзіктік пен тазалықтың белгісі болып табылады. Келесі, мына суреттегі гүлді табыңызшы. Бәйшешек көктемнің алғашқы белгілерінің бірі. Келесі, мына гүлді тауып көріңізші. Бұл қызғалдақ көктемнің ең танымал гүлі болып табылады. Жауаба шегір гүл қарапайымдылық пен сұлулықты бейнелейді. Келесі, мына бір әдемі гүлді тауып көріңіз. Дұрыс таптыңыз ба? Бәйшешек гүл нарцисс көктемнің жаршысы болып табылады. Ал мына гүл барлықтарыңызға таныс шығар. Бұл хризантема. Ол ұзақ өмірдің белгісі. Астра жұлдыз пішінді ерекше әдемі гүлдердің бірі. Қалампыр гвоздика құрмет пен сыйластықтың символы болып табылады. Ал мына гүл сіздерге таныс деп ойлаймын. Орхидея әсемдіктің, байлықтың белгісі болып табылады. Гербера қуаныш пен шаттық сыйлайды. Пион байлық пен махаббатты білдіреді. Әр гүлдің өзінің бір мағынасы бар. Бұл лаванда қош иісімен танымал, тыныштық сыйлайды. Күнбағыс күнге құмар қуаныштың белгісі. Ромашка пәктік пен адалдықтың нышаны болып табылады. Тропикалық сұлулық. Флокс бұл нәзіктіктің белгісі, немесе шыбын гүл. Ал мына гүл таныс ба? Гортензия алғыс пен ризашылықты білдіреді. Камелия сұлулық пен адалдықтың символы. Келесі, мына гүліміз ирис, даналық пен сенімділіктің белгісі. Жасмин нәзік иісімен жүрекке жылу сыйлайды. Ал мына гүл калла, сәнділік пен нәзіктіктің нышаны. Ал мына гүл таныс па сіздерге? Лотос гүлі тазалық пен рухани күштің символы болып табылады.
Ал бұл магнолия, табиғи нәзіктік пен әдеміліктің белгісі. Бұл гүлді сіздер жақсы танисыздар деген ойдамын. Сакура жапон мәдениетінің әсем гүлі болып табылады. Ал мына гүл дельфиниум, биікке ұмтылыстың символы. Бұл антуриум. Антуриум махаббат пен құмарлықтың белгісі. Фрезия достық пен сенімділікті білдіреді. Амарилис жарқын сұлулығымен ерекшеленеді. Петуния көңіл күйді көтеретін ерекше гүл. Осымен достар, біздің ойынымыз аяқталды. Ойын сіздерге ұнады деген үміттемін. Ойынымыз ұнаса, каналға жазылып, лайк басып және комментарийде өзіңіздің алған әсеріңізді бөлісе кетсеңіз болады және неше балл жинағаныңызды да жаза кетіңіз. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше қош сау болыңыздар достар.